Қолтықтағы жағымсыз иістен қалай құтыламыз? Арылу жолдарын білмес бұрын оның негізгі шығу себебін анықтаған дұрыс. Қолтықтан шығатын жағымсыз иістің негізгі себебі қолтықтағы түк. Сонымен қатар жүйке жүйесінің бұзылуы, стресс және қорқыныш та себеп болады. Егер сіз кептірілген майлы тағамдар, кофе, ішімдік сынды басқа да өнімдерді тұтынсаңыз, жағымсыз иістің иесі атанарыңыз сөзсіз. Әрі жағымсыз иіс қалқанша безінің дисфункциясы кезінде, гормоналды бұзылулар және қант диабеті кезінде де адамның бойынан шығып тұрады. Ендеше сіздер пайда болған осы келеңсіз мәселені шешудің жолдарын анықтайық. Қолтықтың терлеуімен ондағы жағымсыз иіс адамның өзіне деген сенімділігін жоғалтады. Одан құтылу үшін қымбат дезодорант пен түрлі иіссулардың көмегіне жүгініп жатамыз, бірақ бұл заттар уақытша ғана көмектеседі. Ал егер түбегейлі құтылғыңыз келсе, онда мына кеңесті жүзеге асырып көріңіз. Бірінші әдіс – марганцовка. 3-4 түйір марганцовканы бір стақан қайнатылған жылы сумен араластырыңыздар. Осы сумен күніне 3-4 рет қолтығыңызды жуасыз. Бұл ерітінді қолтықтың терлеуін тоқтатады, жағымсыз иісті жояды және түктерді кетіреді. Емді үзбей 2 апта жүргізесіздер. Екінші әдіс – ас содасы. 100 мг жылы суға 1 шай қасық ас содасын араластырыңыз. Осы ерітіндіні қолтығыңыздың айналасына жағасыздар. Емді тәулігіне 5 рет қайталаңыздар. Ас содасы қолтықтың терлегенін тоқтатады, әрі түктің өсуін тежейді. Үшінші әдіс – лимон. Лимон жағымсыз иіс тудыратын бактерияларды өлтіреді. Одан құтылу үшін 1-2 тамшы лимон шырынын қолтығыңызға жағасыздар. Бірнеше минуттан соң дымқыл сүлгімен сүртіңіздер. Ал лимон шырынымен суды араластырып дезодорант ретінде сеуіп жүрсеңіз де оң нәтижеге қол жеткізесіз. Ақпарат ұнаса лайк басып парақшаға тіркеліңіздер.